Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге отит, яғни құлақтың қабынуы жайында ақпарат бермекшімін. Отит ортаңғы құлақтың қабынуы. Ол вирустардан да, бактериялардан да болуы мүмкін. Әсіресе балаларда ОРВИ-мен ауырғаннан кейін жиі құлақ қабынады. Өйткені балаларда эвстахий түтігі, яғни ол мұрын мен құлақтың арасындағы түтік қысқа болатындықтан және балалар мұрынмен дұрыс сіңбіре алмайтын болғандықтан мұрындағы маңқа жиналып, жаңа эвстахий түтігі арқылы құлақты барып зақымдайды. Содан отит пайда болады. Әсіресе 5 жасқа дейінгі балалар жиі ауырады. Егер бала ОРВИ-мен ауырса, міндетті түрде құлағын тексеру қажет. Отиттің белгілері қандай? Температураның көтерілуі. Айта алмайтын балалар болса, кішкентай балалар болса, қатты тоқтаусыз жылайды. Егер айта алатын бала болса, құлақ ауруына шағымданады. Мұрнынан су ағумен және де құлақтан бөлінгілердің бөлінуімен сипатталады. Отиттің түрлері қандай? Ең бірінші катаральды түрі. Бұл түрі қорқынышты емес, яғни ОРВИ кезде құлақта болатын қабыну. Екінші эксудативті түрі. Бұл кезде бақылау қажет. Өйткені бұл түрі іріңдіге ауысып кетуі мүмкін. Үшінші түрі іріңді түрі. Бұл кезде міндетті түрде жоғары дозалы антибиотиктермен емделеді. Бұл отит кезде айта кететін жағдай, құлаққа тамызатын дәрілер, егер перфорация болмаса, яғни дабыл жарғақ жарылмаса, құлаққа тамызатын дәрілер мүлде әсер етпейді. Отит кезде антибиотиктер беріледі, яғни ауыз арқылы ішілетін немесе инъекционды антибиотиктер 10 күнге жазылып беріледі. Құлақ ауырып жатқанды анықтайтын белгі баланы жатқызып, құлақтың емізігін басып көру. Егер сол кезде бала қатты жылап немесе ауырғанын айтатын болса, онда бұл отиттің белгісі болып табылады. Негізгі отиттің емі ауырғанда басатын препараттар, яғни ибупрофен немесе парацетамол баланың салмағына қарай және де антибиотиктер. Және отиттің алдын алу үшін екпелерді уақытында алған дұрыс. Яғни балалардың 1 жасқа дейінгі гексаксим, пентаксим, яғни олардың құрамында гемофилді инфекцияға және пневмококты инфекцияға қарсы екпелерді алу қажет. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.